Сәлем достар. 26 қыркүйек Хамстер Комбатқа өте маңызды күн болады. Өйткені ол күні тие және де листинг болады. Одан бөлек тағы да 3 проект осы қыркүйек айында листинг болады деп жариялап жатыр. Қарап тұрсаңыздар, қыркүйек бізге табысты ай болайын деп жатыр. Сондықтан осы уақытқа дейін істеген еңбегіміздің жемісімізді осы айда алатын боламыз. Егер де сен бұл проектілермен енді танысатын болсаң, онда кеш емес, қазір сәтте кіріп және де осы айда Каспий лотына ақша шығара аласың. Бейнероликті соңына дейін көр, табысты бол. Кеттік. Ең бірінші Хамстер Комбатқа тоқталайық. Хамстер Комбат 26 қыркүйек күні тге болады, сол күні плюс бізде листинг болады. Тге деген, яғни біздің аккаунтымызға қарай отырып, бізге airdrop ретінде HMSR токені беретін болады. Сол күні HMSR токені жарыққа шығатын болады, яғни криптовалюта, кәдімгідей официально осындай валюта бар деп бізге айтатын болады. Сол валютаны бізге таратады. Ол күні плюс листинг болады Bybit биржасында. Яғни Bybit өзінің официальный твиттерінде айтып кетті, что именно 26 қыркүйек күні HMSR USDT спотовый торговля шығады деп. Сол күні біз HMSR токенді USDT ауыстырамыз, одан Каспий Голдқа шығаратын боламыз. Негізі 26 сентябрь күні листинг болады дегенге көбісі сенбей жатыр, яғни мүмкін бұл датаны өзгерту мүмкін деп. Егер де Bybit'ің өзі нақты подтвержденный листинг болады деген өздерінің жаңалық шығарса, ол міндетті түрде 26 сентябрь күні ештеңе қарамай листинг болады. Сондықтан бұл 100% 26 сентябрь күні листинг болады. 26 қыркүйек күні Хамстер Комбаттан қалай ақша шығаратынымызды сіздерге қазақшалай көрсететін боламын. Сондықтан арнаға тіркеліп кетіңіздер, бейнероликті өткізіп алмаңыздар. Сіздерге тағы да айтып кететін бір маңызды нәрсе бар. Бірінші өздерінің white paper'ында айтып кеткен болатын, что сізге мысалы берілген табысы, яғни HMSR токен airdrop бойынша берілген, сіз 100% оны шығара алмайсыз. Оны стейкинг арқылы сіздер 10%-бен, яғни 10 айға бөліп береді деген басында white paper'ның бірінші версиясында сөйтіп айтып кеткен болатын. Енді ол white paper өзгерілді, қазір сәт 2-де тұр, бірақ та ол жақта нақты жазылмаған, бізге қалай беретін болады airdropты. Мүмкін достар доксқа қарай отырып бізге беру мүмкін 100% airdropты сразу разбблокировкадан шығарып, біз бірден ақшамызды шығара аламыз. Мүмкін, кім біледі, стейкинга қойып 10%-дан беріп отыру мүмкін. Ол да жаман емес, біз бірнетті түрде 100%-ын аламыз, бірақ та уақытымен. Хамстер Комбатта airdropта көп монета алу үшін неге назар аудару керек? Біріншісі бізде прибыль в час. Прибыль в часта сіздер 3 миллион монетадан асырсаңыз, сол жеткілікті, ол өзі шкаласы сондай максимально. Одан кейін асырып ол жақта керек емес. Және тапсырмалар бөлімдегі барлық тапсырмаларды орындайсыз, одан бөлек күнделікті тапсырмаларды орындап отырыңыздар, яғни ежедневно комбо, шифр, ключты алатынын соларды орындап отырыңыз. Одан кейін достар шақырған қарай сізге тоже airdropты бөліп беретін болады. Плюс бізде достижение қарайды. Яғни достижение, сіз қанша карточка аштыңыз, сіз қанша нетіңіз, ол толықтай сіздер биржаға кіріп бассаңыздар, сол жақта көре аласыздар. Телеграмға подписка жасаған үшін тоже береді. Міндетті түрде телеграмдарына тіркеліп қойыңыздар. Ол яғни өзінің Хамстер Комбаттың официальный телеграм группасы. Бәрі тіркелген деп ойлаймын. Және де кілттерді жинаған үшін сізге тоже бөлек airdrop беретін болады. Негізді кілтті көбісі генератор ключей қазір ешкім қолданбайды шығар. Но сіздерге айтамын, что генератор ключей қолданбай қойыңыздар. Сізге кеңес беремін, кілтті тек қана ойнау арқылы алыңыз. Осыларға қарай отырып сізге airdrop беретін болады 26 қыркүйек. Сол кезде біз табысымызды алатын боламыз. Екінші болатын листинг проект, осы жаққа қазір сәтте кіре аласың және де табысында ала аласың. Сіздер білесіздер, докста біз жақсы тапқан болатымыз. Мен өзім 40 мың теңге таптым сол проекттің әшейін кірген үшін. Бірақ рет қана кіріп, болды, басқа ештеңе істеген жоқпын. Соның арқасында 40 мың теңге алатын болғам. Соған ұқсас проект бізде CATS деген шықты, аналог докстікі, яғни бұл жақта сіздің телеграмның жасына байланысты сізге CATS токені берілетін болады. Яғни сіздің аккаунтыңыз егерде ескі болса, мысалы 10 жыл болып кеткен болса, онда сізге көп CATS токені берілетін болады. Ал егерде енді ғана 1 жыл или 2-3 ай ғана өткен болса, сіз телеграм аккаунт ашқаныңызға онда азырақ беретін болады. Бұл CATS токеннің листингі осы сентябрьда болады деп бізге уәде берді. Одан кейін плюс біздің Bitget'те премаркет бұл CATS токендікі шығып кетті. Тура докстың жолымен келатыр, сондықтан достар, егер де осыдан кірмесеңіздер, міндетті түрде кіріп кетіңіздер, өйткені тағы да бұл жақта ақшаны біз алып атқан кезде сіздер өкініп қаласыздар, кіре салу керек еді басында деп. CATS проектке кіру үшін осы бейнеролик астында описанияға мына посттың сілтемесін қалдырып кетемін. Сіздер осыны тауып аласыздар, и ботқа өтеміз деген мына сілтемені басасыздар, окей дегені басасыздар. Кіргеннен кейін достар, сіздер яғни мына жақта 3 бөлім тұрады. Сіз яғни бірінші кірген үшін, әшейін ашқан үшін маған 812 CATS токен берген. Одан
Одан кейін заданияны орындаған үшін маған 1600 катс токен берген, и рефералдардан 4300 катс токен берген. И общий сізде қанша катс токен бар екен көрсетіліп тұр. Төмен жақта task деген тұр, яғни тапсырмалар. Бұл тапсырмаларды орындай арқылы сіз тағы да көбірек бұл жақта катс токен алатын боласыз. Мысалы, мына жақта не идеальный кошелек, яғни Telegram кошелекті тіркесеңіз, сізге плюс 2000 катс токен беріледі. Тағы да әртүрлі тапсырмалар бар, барын орындап шықсаңыз 50 катс токеннен және 100 катс токеннен алатын боласыз. Мысалы, элементарын сіздерге көрсетіп кетейін. Мысалы, мына join деп басамын, подписка жасаймын, қайтадан артқа өтемін. Мына жақта check деген түймені басамын. Все, маған орындалды, и 50 катс токені берілді. Үшінші бізде мына осы жақында тоже листинг болады дегеніміз Lost Dogs проект. Бұл жақта достар, осы ойынның бітуіне 6 күн қалды, сол 6 күн біткеннен кейін бізге бірден листинг болады деп жариялаған болады. Енді біз осы сөзге сенеміз және де осы айда күтеміз бұның листингін. Яғни қазір сәтте сіздер бұл ойынға кіріп, тағы да монета жинай аласыздар, әлде кеш емес. Бұл проекттің сілтемесін осы посттан таба аласыздар, посттың сілтемесі осы описание видеосында тұр. Яғни қазір ойнауды деген түймені басамын, окей деп кіреміз және де осы Telegram бот ашылатын болады. Сіздер кіргеннен кейін бұл жақта голосование жасау керек. Яғни бұл проектпен толықтай танысқыңыз келсе, онда осы бейнероликті көріп кетіңіз. Lost Dogs $200 қалай шешеміз дегенді осы жақта сіздерге толықтай көрсеткем. Сіз осыны көрсеңіз толықтай танысатын боласыз. Өзімен келсем қазір сәтте менде 1244 вух монетасы жиналған екен. Профильға кірсем 11 ноткоин тапқан табысым бар екен. Бұны мен осы 6 күннен кейін шеше аламын және де мына игра закончится через 6 дней деп жазылып тұр. 6 күннен кейін біз уже табысымызды алатын боламыз. Так, бізде төртінші проект, уже көбісі ұмытып кеткен проект Katizen. Katizenді бір 3-4 ай бұрын сіздерге таныстырған болатын. Бұл жайлы бейнероликті түсіргем. Яғни сіздер бұл жақта мысықтарды бір-біріне қоса отырып, сіздер бұл жақта табысқа жете аласыз. Осы бірінші бізде листинг болатын 20 число күні осы қыркүйектің Katizenнің листингі болады. Яғни спотовый торговляға Kati деген біздің монетамыз шығатын болады. Осы уақытқа дейін бізге бағанағы проекттен тоже өздерін айырдырып ретінде бізге монетасын беретін болады. Оны қайтадан USDT ауыстырып және де оны Kaspi Goldқа шешіп алатын боламыз. Бұл жақта достар, егер де сіздер бұл проектті тастап кетсеңіздер, қайтадан кіріңіздер. Өйткені мен де мысалы қазір сәтте қайтадан кіретін болдым және де күнделікті бұл жақта активность көрсетіп жатырмын. Бұл жақта сіздер мысықтар бір-біріне қоса отырып, сіздер бұл жақта табыс табатын боласыздар. Бұл жақта неге қарайды десеңіздер, мысалы Хамстер комбатта привилегия жасқа қарайды. Бұл жақта қарайтын мына жақта лигаға қарайды. Сіз қай лигада жүрсіз? Егер де жоғары лигада болсаңыз, сізге көп монета беретін болады. Егер де аз лигада жүрсеңіз, логично да, уже сізге аз монета беретін болады. Бұл жақта ең бірінші лига бізде бронзовый лига, сіздікі міндетті түрде бронзовый лига болады. Бірақ та барынша серебряный лига немесе золотая лигаға өтуіңіз абзалырақ. Мен қазір сәтте золотая лигада тұрмын және де бұл жақта мен прям көп табыс табам деген ой жоқ, но хоть копейк болса да бізге берілу керек. Өйткені мен қазір сәтте золотая лига бұл менде бір іс-қимылдың бір белгісі болып тұр. Сондықтан қазір уақытта мен ештеңеге қарамай күнделікті осы жақта монеталарды алып және мына жақта скоростың көбейтіп, осы мысықтар бір-бірін қоса отырып левелді көбейту мақсатында отырмын. Егер де сіздер бұны менімен бірге бастаған болсаңыздар, онда осыны қайтадан жалғастырыңыздар және золотая лигаға өтіңіздер. Сол арқылы сіздер уже айрдропта монета аласыздар да, оны тағы да салымсыз түрде Kaspi Goldқа шешіп алатын боласыздар. Осы 4 проекттің листингі қашан болады, не болады, қалай болады деген барлығы мен Telegram группамыз салып отырамын достар. Сондықтан міндетті түрде Telegram группаға тіркеліп кетіңіздер. Осы YouTube'дан тыс ақпараттарды Telegram группадан көріп бақылай аласыздар. Сұрақтарыңыз болса комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздер менімен болған Апо, келесі көріскенше.